Көктем тұмау ауруының бой бермей кететін кезі. Тұмаудан емделудің көптеген тәсілдері бар. Бірақ үй жағдайында емделу тәсілдерін қазір айтатын боламын. Бірінші кезекте шаймен емделу. Шайдың пайдасы туралы бұрыннан білеміз. Лимон немесе таңқурай қосылған шай мен көк шайдың тұмаудан алғашқы сатыларында беретін көмегі өте зор. Жапон елінде цейлон шайы тұмауға қарсы басты қару ретінде саналады. Қазіргі уақытта дәріханаларда терафлю, антигриппин сияқты көптеген дәрілер бар. Сұйықтық ретінде қабылдайтын бұл дәрілердің құрамы көбінесе басқа адамдарға жаға бермейді. Сондықтан да бірінші кезекте шаймен емделу қажет. Екінші кеңес нүктелі массаж. Қытай медицинасында нүктелі массаж арқылы кез келген аурудан айығуға болады. Біздің елімізде де емнің осы түрі дамып келеді. Тыныс жолдары тарылса кеңейтетін, басты ауру қысқанда жазатын, мұрын қуысын тазалайтын нүктелі массаждың пайдасын көп адамдар біле бермейді. Нүктелі массаждың көмегімен қан айналым арқылы бойға оттегі көп мөлшерде тарайды. Егер тұмаудың алғашқы белгілері байқалса, жаттығудың көмегімен аурудың бетін қайтаруға болады. Үшінші кеңес пиязбен, сарымсақпен емделу. Бұл әдістің бір кемшілігі жағымсыз иісінде. Әйтпесе өте жылдам көмектесетін зиянсыз тәсіл болып саналады. Тағы да бір әдіс ақ шелкектің тамырын ұнтақтап дәкеге салып кеудеге арқаға басуға да болады. Тұмау жаныңыздағы басқа адамға жұқпау үшін бөлмеге пияз турап қоюға кеңес беремін. Және де тұмау болған жағдайда сұйықтықты көп ішу керек. Суды көбірек ішу керек. Кем дегенде 1-2 литр. Тағы да бір кеңес, егер иммунитетіңізді осы уақытта көтергіңіз келсе, жеміс-жидектер мен табиғи шырындарды ішуге кеңес беремін. Ендеше менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіз. Ауырмай, сырқамай денсаулығыңыз мықты болсын.